Ассалаумағалейкум құрметті көрермендерім, бүгін пияз қабығының пайдасы туралы айтатын боламыз. Қазақша контентті қолдап, видеоны соңына дейін көріңіздер. Көп рахмет. Пияз қабығының қайнатпасын халық медицинасында көптеген ауруға қарсы қолданылады. Өйткені оның құрамында дәрумендер мен пайдалы элементтер көп. Сіздермен бірге сау ағза арнасы. Достар, біздің каналда 80% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмаша ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Сондықтан әртүрлі ауруға қарсы белсенді күреседі. Біз сіздердің назарыңызға пияз қабығы арқылы алдын алуға болатын бір топ ауру тізімін ұсынамыз. Егер тамағыңыз жиі ауырса, пияз қабығының үстіне қайнаған су құйып, сүзгіден өткізіп тамағыңызды шайыңыз. Тұмауға тап болсаңыз, қайнап жатқан суға 4 ас қасық ұнталған пияз қабығының сеуіп 3-5 минут ыстық буымен дем алыңыз. Егер тұмауға тап болсаңыз, қайнап жатқан суға 4 ас қасық ұнталған пияз қабығының сеуіп 3-5 минут ыстық буымен дем алыңыз. Қатты жөтелсеңіз, 2 стакан суға 2 ас қасық пияз қабығының салып 15 минут қайнатасыз және міндетті түрде сүзгіден өткізіңіз. Күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын 1-4 стаканның тұтыну отырыңыз. Бүйрегіңіз бен қуыңыз ауырса, 3 ас қасық ұнталған пияз қабығын алып, үстіне 2 стакан қайнаған су құйып 30 минут қалдырыңыз. Қуыңыз қатты қабынып ауырса, күніне 2 рет 50 мл-ден 3-5 күн ішіңіз. Ал үнемі ауыратын болса, онда күніне 3-4 рет 2 ас қасықтан 10 күн үзбей тұтыңыз. Тамыр аурулары мазаңызды алса, 2 ас қасық ұнталған пияз қабығына 100 мл қайнаған су құйып 7 күн күтіңіз. Дайын болған соң жақсылап сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақтан жарты сағат бұрын 20 тамшысын ішіңіз. Мынандай да тәсілі бар. 2 ас қасық пияз қабығына 400 мл қайнаған ыстық су құйып 6 сағат күтіп, кейін сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет тамақ ішердің жарты сағат бұрын 1-4 стаканнан 7-10 күн ішіңіз. Bir апта үзіліс жасап, емделу курсын әрі қарай жалғастыруға болады. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естігенсіз бе? Сізге таңсық тақырып болса, төмендегі жазбаға назар салыңыз. Пияздың қабығы Е, Б, С, ПП дәрумендеріне калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементтеріне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттардың арқасында вирусқа, инфекция қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек қан тамыр ауруларын алдын алады. Еркектік қуатты арттырады, иммунитетті нығайтады, рак ауруымен күреседі, ағзаны шлактан тазалайды, аяқ ауруларын емдейді, шаршауды басып қуаттандырады, ағзаны құрттан арылтады, ішек жолдарын реттейді, асқазанның жұмысын жеңілдетеді, миды қан тамырларын тазалайды, қан қысымының қалпына келтіреді, қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын реттейді, тердегі безеу мен экзаманың жазылуына септігін тигізеді. Қалай емдейді? Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді, жүрек қағысын реттейді. Асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді, ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтардың арылтады, әрі бүйрек ауруына алдын алады, қан айналымды реттейді. Варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруларын айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буының айналасындағы ауруларды емдейді. Инфекциямен күреседі. Суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтануды,
терінің сезімталдығы мен тегістейтін емдейді. Бұлшық еттердегі аурулықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады әрі жылтырлығын арттырады. Сіздермен бірге сау ағза арнасы. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Тыңдағандарыңызға рахмет.